Құрметті оқырман, сәлем. Бүгін біз шапанның бөрігін тігеміз. Каналдан алыстағыңыз келмесе подписка жасап, лайк, пікір жазып кетіңіз, еңбегімді бағалағаныңыз ретінде. Бүгін бөрікке кірісеміз, ендеше кеттік. Берілген лекалы бойынша негізгі матадан 4 дана, астар матадан 4 дана қиып аламыз. Мейлінше артығымен қиып алыңыздар. Енді біз осы бөліктерді бір-біріне жақтарын тігуіміз керек. Астар матаны бөлек, негізгі матаны бөлек. Мінекей осындай болады. Бұл астар немізді бөлігін сыртына кигізгесін осылай кішкентай сияқты болып тұр, бірақ негізінде ішіне кигізгенде өлшемдері бірдей. Енді осы тұста біріктірмес бұрын сіздер оюды жабыстырып алыңыздар. Менің қателігімді қайталамаңыздар. Мен ұмытып кетіппін. Ою жабыстыру, зигзагтау туралы барлығы бірінші бөлімде бар. Сілтемені қалдырамын. Мінекей осыдан кейін баламызға кигізіп, біз қарап аламыз артық жерлерін. Осыншалықты менде артық тұр, мінекей көріп тұрсыздар баламда 2 сантиметрге. Оны 4-ке бөлу арқылы 4 жерден 0,5 сантиметрден мен қысқартып шығамын тігіске. Соңында қараңыздар, менде қаншалықты тігістер болды. Осылай размері дәлме-дәл балаңыздың басына келмейінше тіге беріңіздер мен сияқты. Сол кезде әдемі болып балаңыздың басына нық орналаса қалады. Артық барлық жіптерді, материалдарды қиып тастаймыз. Енді төменгі жағынан менде 2 сантиметр артық болды, бірақ мен оны астар матадан қиып аламын, астар жағынан. Енді барлығын біріктіріп төменгі жағын тігуіміз керек, және де кішкентай қалдырамыз оң айналдыру үшін, осыншалықты ашық қалдырамыз тікпей. Енді оң айналдырып аламыз да тігістердің барлығын жақсылап үтіктеп шығамыз. Жаңағы ашық тігісті тігіп тастаймыз. Мінекей осылай болды. Енді әрі қарай біз жаңағы аңның терісінен немесе басқа велюр матаңыздан орналастыруымыз керек. Ол үшін осындай жолақ қиып аламыз. Ені 7-8 сантиметр. Тігіске 2 сантиметр кетеді, сондықтан 5 сантиметр болып тұрады. Мінекей мынау бізде арты болып есептеледі. Артқы жағынан бастаймыз. Осылай ортасынан кішкене 1 сантиметр қалдыра отыра тікпейміз ол жерді. Жалғау үшін бір-біріне осылай айналдырып тігіп шығамыз. Ішкі жағынан тігеміз, көріп отырсаңыздар мінекей. Сонда сыртына қарай айналдырғанда, міне ішкі жағынан тіктік беттестіріп. Енді мына жерін осылай біріктіруіміз қажет. Соңын артық материалды қиып тастаймыз. Осы жерден тігеміз. Артық жіптердің барлығын қиып отырыңыздар. Мінекей енді осыны айналдырамыз. Енді сыртқы бөлігіне тігуіміз қажет болады. Оны астар матаға дейін жеткізбей, тек қана велюрдің қабатында ғана тігуіміз қажет. Ешқандай тігіс көрініп қалмас үшін. Ол үшін кейін қарай осылай кішкенеден қайырамыз 1 сантиметрден. Велюр матамызға іліп отырамыз. Астармен бірге ілмеуге тырысыңыздар. Сонда әдемі болады. Басында осылай тіктім, одан кейін бүрісіп қалатынын байқап қалдым да, оны банкке 3 литрлік кигізіп алдым. Осылай жасаңыздар, сол кезде бөрігіңіз әп-әдемі болып шығады, теп-тегіс болып тігіледі. Асықпай жақсылап барлығын ішіне қайыра отыра тігіп аламыз. Мінекей бөрігіміз осындай болды. Сіздер әрі қарай моншақтармен көмкөріп, жылтырақтар жабыстыруларыңызға болады. Шапанның көргілеріңіз келсе, осы жерге тағы да сілтемені қалдырып кетемін. Достар, менің еңбегімді баға ретінде сіздерден жай ғана пікір, лайк, подписка ғана күтемін. Сіздер үшін қиын емес, мен үшін ол үлкен мәртебе. Жұмысымның маңызды екенін түсіну, бағалау еңбегімнің жемісі. Қолдап, қолпаштап жатқандарыңызға әрдайым рахмет айтамын, алғысым шексіз. Және де менің инста парақшама да жазылып қойыңыздар. Ол жерде YouTube-та алдын ала не тігілетіні туралы біліп отырасыздар. Сау саламатта болыңыздар. Барлығыңызға сәттілік.